Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бізде металдардың оттегімен және сумен әрекеттесуі деп аталады. Жалпы металдар бізде күнделікті тұрмыста жиі қолданамыз, иә? Қандай металдарды білесіздер сіздер? Иә. Қараймыз, иә? Қандай металдар? Алтын, олар бізде алтын, күміс, бағалы металдарға жатады, иә? Яғни бұлайынша күнделікті өмірде көп жиі пайдаланатынымыз қандай металл? Темір металл, иә? Темір. Міне мынау бізде менің қолымда ұстап тұрған суретте бүкіл металдардың түрлері көрсетілген. Яғни біздер алюминийді күнделікті тұрмыста өте жиі қолданылатын металдарымыздың ішінде алюминий құралдардың арасында кездеседі, немесе жаңағы электр өткізгіштік сымдардың ішінде кездеседі. Және үйдегі тұрмыстағы ыдыстарымыз, кастрюльдер мысалы алюминийден жасалады. Яғни бұл да біздің күнделікте өте жиі қолданылатын металдарымызға осы алюминийді мысал ретінде алуымызға болады екен. Сыртқы қоршаған ортаның әсерінен металдардың бүлінуі коррозия деп аталады. Коррозия, яғни бүлінуі дегенде оған нені жатқызуға болады? Коррозияға ұшырады, немесе металдар бүлінді деп айтамыз ғой біздер. Темірдің тот басуы, яғни бұл жаңағы өте жиі коррозияға ұшырайтын бізде ол темір болып келеді. Күнделікті қолданылатын металдардың арасында темір жиі коррозияға ұшырайды. Мен сіздерге қазір тәжірибе көрсетіп жіберейін. Мына жерде бізде кейбір металдардың оттегімен әрекеттесуін көрсеткен. Яғни бізде көбінесе үйде байқаймыз, шегелер. Далада топырақта көп жатып қалған шегелерді қарайтын болсақ, жаңа шегеге қарағанда олар не істейді? Қызыл қоңыр түске боялады, яғни оларда тат басу байқалады, Енді біздер балалар Бекетовтің белсенділік қатарын айттым ғой мен сіздерге. Сондай металдарымыз не істейді дедік? Өте белсенді және жай әрекеттесетін, мүлдем әрекеттеспейтін элементтер кездеседі дедік, Сондағы өте белсенді әрекеттесетін магний, темір, сосын мырыш. Міне осы элементтерді қазір сіздерге тәжірибе жүзінде жасап көрсетемін. Жақта бізде сынауықтар берілген. Сынауықтарға қазір мен тұз қышқылын құямын. Әуелі пипетка арқылы тұз қышқылын құямыз. Сосын мына жерде мырыш, магний, сосын темір. Осы үшеуін қазір тұз қышқылының ертіндісіне салған кезде реакцияның қалай жүретінін байқаймыз. Тұз қышқылын міне құйып аламыз. Оған ең бірінші біз магнийді көрсетейік. Магний ұнтағын тұз қышқылы құйылған сынауыққа саламын. Көрдіңіздер ме? Өте белсенді металдардың қатарына жататындықтан бұда бірден реакция жүрді, Енді келесі темірді қараймыз. Темір магнийге қарағанда белсенділігі орташа, яғни бұда жаймен жүреді реакция. Көрдіңіздер ме? Жаймен бөлініп жатыр. Көрдік пе? Жаңағы магнийге қарағанда бұл жай жүріп жатыр, Енді қазір біз нені көреміз? Мырышты көреміз қазір. Тұз қышқылын құйып алайық. Оған мырыштың түйірлерін саламыз. Мұнда да реакция жүріп жатыр, Нәтижесін көрдік па? Сонда бізде қайсысында тез жүрді? Магнийіміз өте белсенділігі жоғары біздердің периодтық кесте бойынша айтамыз ғой, Бекетовтың белсенділік қатары, Онда айтты мен сіздерге. Мынада өте белсенділері қою қызыл түспен болады, одан кейінгі ашық түстегі жай әрекеттесеттер. Енді біздегі магнийіміз өте белсенді әрекеттесетін элементтерде тұр. Кітаптарыңыздан қарасаңыздар болады.
нәтижесін көрдік қой. Олай болса, келесі бізде осы неге металдардың оттегімен әрекеттесуіне байланысты сіздердің оқулықтарыңызда сурет берілген. Соған қарай отырып, маған келесі тапсырмаға иә, жоқ деп жауап береміз. Темір қималары таттанбайды. Себебі неге? Қималар не істейді? Коррозияға ұшырамайды. Жаңа коррозияға немесе жемірілуге ұшырамайды. Сондықтан олар таттанбайды дейміз. Одан кейін қоршаған ортаның әсерінен металдардың бұзылу құбылысы жемірілу деп аталады. Металдардың бәрі жемірілмейді. Дұрыс. Жемірілумен күресуге болмайды. Жыл сайын жемірілуден 20% металл шығын болады. Жыл сайын 20% осы металдар жемірілуден шығын алып келеді екен. Жемірілуді болдырмау үшін металл бұйымдарының бетін бояуға болмайды дейді. Бояуға болады, яғни сол жаңағы жемірілуден ұзағырақ сақтау үшін біз көліктердің сырттарын түрлі бояулармен бояп, оларды жемірілуден ұзақ уақыт сақтауға көмектеседі екен. Енді келесі бізде балалар логикалық тапсырма берілген. Алюминий бейметалдармен, оның ішінде оттекпен галогендермен әрекеттеседі. Бір ғажабы коррозияға ұшырамайтындығы түсініксіз жағдай. Шыбықтың майысқан ұшы дорба сияқты, дорбаның ұшы мөп-мөлдір. Бұл қалай? Себебін түсіндіріңіз. Қалай түсіндіреміз? Кім жауап береді? Салтанат айта ғой. Себебі дорба деп отырғанымыз алюминийдің сыртын қаптаған оксид және ол өте жұқа болғандықтан жылтырлағаны көрінеді және мөлдір болуы да сол себептен. Жылтырлығы көрінуіне байланысты өте дұрыс жарайсың. Так, балалар, бүгінгі сабақта біздер алған теориялық білімімізді практикамен ұштастыра білдік деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, сау болыңыздар. Сау болыңыз.